2021 жылы Түркістан облыстық мәслихатындағы депутаттар корпусы 70%-ға жаңарады. Бұл туралы Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының кезектен тыс 15-ші конференциясында белгілі болды. Сонымен бірге партиялық таңдау жасау нәтижесінде өңірімізден Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына 7 үміткер ұсынылса, Түркістан облыстық мәслихатының депутаттығына 84 үміткердің партиялық тізімі бекітілді. Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының кезектен тыс 40-шы конференциясын облыс әкімі партияның облыстық филиалының төрағасы Өмірзақ Шөкеев жүргізіп, биылғы праймериздің саяси сананы жаңғыртудағы маңызды қадам болғанын атап өтті. Әрмен қарай конференция күн тәртібінде 4 мәселе талқыланды. Олар партияның Түркістан облысы бойынша сайлауалды бағдарламасын бекіту және Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісі депутаттығына үміткерлердің пікір сайысы болатын. Осы орайда праймериз қорытындысы бойынша аудан қалалардан ең жоғары дауыс алған 15 және облыс орталығы Түркістан қаласынан 7 үміткер. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Құдайберген Ержанмен бірге 23 азамат шешуші дебатқа қатысты. Мұнда мәжіліс мінберіне үміткерлердің әрқайсысы өздерінің сайлау алды негізгі бағдарламаларына тоқталды. Төле би ауданында шешімін күткен мәселелер жетіп артылады. Өлкеміздің қай жерінде де тұрғындар өздерін толғандырып жүрген ірілі ұсақты барлық мәселелерін алдымен жергілікті әкімдіктер мен депутаттарға айтып жатады. Осыған орай бүгін сіздердің назарларыңызды ауыл тұрғындары үшін маңызды бірнеше мәселеге аударғым келеді. Қазіргі ауылдарға қажетті мектеп, балабақша, медпункт, ауыз су, газ, жарық секілді мәселелер мүмкіндігінше шешімін тапты. Алайда жастардың ауылда тұрақты қалуына бұл аз. Осыған орай біз ауыл тұрмысын көтерейік десек, жаңа жұмыс орындарын ашуымыз керек. Жаңа жұмыс орындарын ашу үшін ет, сүт, жүн тері, жеміс, көкөністер қайта өңдейтін цехтар ашу керек, фермалар ашу керек. Құрылыс заттарын кішкене шағын заводтар ашуымыз керек. Ауылдардағы игерілмей жатқан егістік және суғармалы жерлерді мемлекеттік меншігіне қайтарып алып, жұмысты жүргізетін білікті мамандарға, қаржысы бар мамандар жігіттерге беруім керек деп есептеймін. Біз нақты шешімдермен ел экономикасын көтеру үшін мынандай шешімдер қабылдауымыз қажет. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін қолдау үшін арзандатылған несиелер мен субсидиялар көлемін ұлғайту, еліміздегі суармалы жерлерді пайдалану тиімділігін арттыруға, олардың мелиоративтік жағдайларын жақсарту арқылы, пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға қосу, суды үнемдеу арқылы тамшылатып суғару және жаңбырлатып суғару, тағы да басқа технологиялық өнімдерді мемлекеттік бағдарламаларына атсалысу, жылыжайлар салу, мал шаруашылығын дамыту арқылы, ет, сүт, көкөніс өнімдерін өңдеу арқылы, осы саладағы өнімдерді қайта тереңдеп өңдеп, технолог мамандарын көбейтуіміз қажет. 1,5 сағатқа созылған пікір сайыстан соң партия мүшелері мәжіліс депутаттығына кандидаттар арасынан өздері таңдаған үміткерге дауыс берді. Ал таңдау жасаушыларға арнайы орындар әзірленсе, дауыс беру онлайн жүйе арқылы жүзеге асырылды. Енді өздеріңізге белгілі жылдан жылға өзі тәжірибе жинақталып келе жатыр ғой. Мына биылғы осы қазіргі шақырымдағы сайлау, мейлі парламент болсын, мейлі жергілікті мәслихаттар болсын, жаңа тұрғыда сайланып жатыр, кандидаттар ұсынылып жатыр. Өйткені қазір енді заңға байланысты партиялық тізім бойынша сайланатын болғаннан кейін, мына Нұр Отан партиясы бастамашы партия болып, мына праймериз дегенді енгізіп жатыр. Енді бұрында партия ішкілік жаңағылығы таңдау болатын еді, бірақ мына праймеризі бірінші рет осы биыл қолданып, мінекей бұнда өздерінің жаңағылығы партиядан жаңа өздерінің кандидаттарын таңдап жатыр. Бұлай гендерлік саясатқа байланысты әйел балдары, содан кейін жастар әсіресе. Мен енді өз басым осы мынау қазіргі осы келесі 7 шақырылымға жастарды, қыз балдарын жаңағы осылар кең тартылып жатқанына құптарлықпен қараймын. Шын мәнісінде өте дұрыс. Конференцияның ерекшелігі бұл праймериздің жаңағы өтуіне байланысты. Біздің елімізде праймериз жаңадан басталып жатыр, жаңадан өтіп жатыр. Алғашқы енді жылы міне соны өте үлкен дәрежеде өткізіп, бүгін соның қорытынды конференциясына келіп отырмыз. Содан жүйріктер шығып, міне сайланатындардың бәріне осы бүгін конференцияда. Сондықтан бұл конференцияның ерекше орны
міне осында деп ойлаймын. Негізі праймериздің мақсаты мықты лидер, мықты партия, мықты лидер дейді ғой. Сол осы сайлаушылар енді мықты лидерді табу керек мен ойымша. Сондан қатар құрамы да өзгеріп жатыр. Ендігі жылы құрамы совсем басқаша болады. Жастар қосылып жатыр, әйелдер қосылып жатыр. Сондықтан өте әділетті бүгінгі міне конференциямен бәріңізді құттықтаймын. Партия мүшелерінің дауыс беру кезеңінен соң Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне Түркістан облысы атынан ұсынылған 7 үміткердің есімдері аталды. Таңдау жасаған партия мүшелерінің басым дауысына ие болғандар тізімін Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бейсен Тәжібаев мәлім етті. Делегаттардың дауыс беру қорытындысы бойынша төмендегідей 7 азамат жоғары дауыспен өтіп отыр. Хабарлама ретінде оқимын. Аббасов Қайнар Бегалиевич 126 дауыс, Құрманбекова Гүлжан Мамытовнадан 109 дауыс, Ержан Құдайберген 119 дауыс, Ерталиев Махамбетович 117 дауыс, Қожабаев Қайролла Байбаев 106 дауыс, Бақытжан Өміргүл Бақытжанова 114 дауыс, Түрмбетова Ұлжанат Серікбаевадан 94 дауыс. Яғни осы аталған 7 біздің партия үміткеріміз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің үміткер ретінде ұсынылды. Бұл күнгі конференцияда Түркістан облысы мәслихатының депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімі де бекітілді. Сонымен Нұр Отан партиясы 45 орынға 84 кандидаттың тізімін ұсынса, ол бір ауыздан бекітілді. Алғашқы кезеңде облыс партия филиалы төрағасының қотасындағы азаматтар хабарланады. Әбдібаев Жомарт Махматжанұлы, Әуен Кеңес Әуенұлы, Өміртай Амалбек Дәркенұлы, Байдуллаев Файзулла Мұстафинұлы, Балабиев Қайрат Рахымұлы, Елшібаев Ғалымжан Қамытбекұлы, Мамыров Ойрат Маратұлы, Намазбаева Инара Әбдіғаппарқызы, Нұрмаханов Ерлан Зайыпұлы, Тәжібаев Бейсенбай Дәулетұлы, Тұрысбеков Мағоя Сексенбайұлы, Шерім Ролан Әділетұлы, Шойбек Бегарс Ақсақалұлы, Абдыразақова Нұргүл Келдебайқызы, Абдыраманова Гүлмира Ибадуллақызы, Әбишев Нұралы Әлмаханұлы, Әбіш Дулатбек Назарбекұлы, Аппазов Айдос Кенжеханұлы, Ағабеков Жаңабай Молдабайұлы, Айқан Алмагүл Құдайбергенқызы, Айтбаева Алтынай Серікқызы, Айтқұлов Бекжан Бақытбекұлы, Ақтөреева Қаршыға Әденқызы, Алмасұлы Олжас, Әмірәлиев Әли Орынбасарұлы, Арафов Әсел Абдырахимқызы, Арғынбекова Нұршат Тілесқызы, Атаева Насиба Сабыржанқызы, Ахметов Әлімжан Ақсаттарұлы, Аширов Нұржан Сапабекұлы, Бегалиева Шолпан Маратқызы, Юмырзаев Ғалымжан Нұрманұлы, Давлетияр Нұралы Абдырахымұлы, Деняшева Ләззат Сәрсенбекқызы, Егембердиева Динара Асылқызы, Есебаева Күлдар Аралбекқызы, Ералиев Ербол Жолдасбайұлы, Есей Өркен, Жантөреева Қалима, Жаңбырбаев Қанбек Қадырбайұлы, Жартыбаев Келесбек Ешенқұлұлы, Иманбек Мадина Жүсіпбекқызы, Исақов Бергіжан Базарәліұлы, Исақова Сәулет Серікбайқызы, Қайыпбеков Әсет Абдырашұлы, Қалыбек Садулла Жантуарұлы, Қанаев Жарқынбек Ережепұлы, Қаныбеков Шералы Оспанәліұлы, Қапалбаев Ғабиден Заманханұлы, Қаржауов Талғат Рахматуллаұлы, Қыпшақбаев Сағи Абайұлы, Қуатбекова Рабиға Әбдімұсақызы, Қырықбаев Темір Базарбайұлы, Мелдеханов Өмірзақ Кердебекұлы, Молдаханов Нұрғали Исламиддинұлы, Мұсабеков Базарбай Зубайдуллаұлы, Мұсаханұлы Жансерік, Нышанқұлов Бәдредин Икрамжанұлы, Омаров Абдырашид Керізбайұлы, Оразбаев Рахманәлі Бесеубекұлы, Оспанов Дайырбек Шегебайұлы, Оспанов Ерік Серікұлы, Перналиев Асқарбек Жақыпбекұлы, Рахиев Уәлихан Рысбекұлы, Садуов Мұрат Нұралыұлы, Садықов Бақытжан Малдыбекұлы, Салимов Алмас Алтайұлы, Сапаров Құсбек Сатанбайұлы, Сарпбекова Мөлдір Сейсенбекқызы, Сейітжанов Нұржан Серікжанұлы, Серманиязов Бақытжан Қышақбайұлы, Сүлейменов Баймахан Тоймаханұлы, Тағаев Бақтияр Мұратұлы, Тәжібаева Гүлбақира Қалмұханқызы, Тастанбекова Бақытгүл Әшімқызы, Тоғайбекова Жанат Есенғалиқызы, Тойлыбаев Бегайдар Адамбекұлы, Төлендиев Бегасыл Расулұлы, Төлтебаев Мұрат Шерімұлы, Ұлымбаев Айсұл Құлбекқызы, Шағырбаев Бағлан Қылышбекұлы, Юнусалиев Данияр Рахымжанұлы,
Қалмұрат Шапқат Розақылұлы. Бұдан өзге конференцияда Нұр Отан партиясының кезектен тыс 20-шы съезіне делегаттар тізімі белгілі болып ұсынылған 30 үміткер партия мүшелері тарапынан бір ауыздан қолдау тапты. Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі Қырықбаев Арман Оразбайұлы, Нұр Отан партиясының хатшысы Қыдырәлі Дархан Қуандықұлы, Егемен Қазақстан Республикалық газеті акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Бейсенбаев Асқар Асанұлы, Қазақстан Республикасының Беларусь Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Дүйсенова Тамара Қасымқызы, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Еңбектік ресурстар дамыту орталығы акционерлік қоғамның басшысы Балабиев Қайрат Рахымұлы, Түркістан облыстық мәслихатының хатшысы Тұрғынбек Әуелхан Елтайұлы, Түркістан облысы әкімі аппаратының басшысы Тәжібай Бейсенбай Дәулетұлы, облыстық партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мелдеханов Өмірзақ Пердебекұлы, Түркістан облысы қоғамдық кеңесінің төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Жантөреева Қалима, облыстық партия филиалы төрағасының орынбасары Лимаренко Марина Анатольевна, Южный Казахстан облыстық қоғамдық саяси газетінің бас редакторы, республикалық саяси кеңесінің мүшесі Абишев Нұралы Алмаханұлы, Бөртен Вилка, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, республикалық саяси кеңесінің мүшесі Шойбек Бегарыс Ақсақалұлы, Түркістан қалалық балалар мен жасөспірімдер орталығының директоры, республикалық саяси кеңесінің мүшесі Мархабат Байғұт, жазушы, Ырысалды ынтымақ қоғамдық форумының атқарушы хатшысы Мәуленқұлов Жеңісбек, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жамалбек Шәріпбек, Түркістан облысы бойынша азаматтық альянс қауымдастығының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Сейтжанов Сержан Сейтжанұлы, Саутс Ойл, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің президенті, облыстық мәслихаттың депутаты Аяш Оңалбай, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылымдар академиясының академигі, облыстық мәслихаттың депутаты Әбіш Дулат Назарбекұлы, Айғақ телерадио компаниясының директоры, облыстық мәслихат депутаты Чалданов Зубархан Субатұлы, зейнеткер, облыстық мәслихаттың депутаты Нақыпбек Тимур Арсенұлы, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Түркістан облыстық филиалының директоры Пашимов Марат Орынбасарұлы, Түркістан облысының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Құрман Ғалым Полатұлы, орталық тексеру бақылау комиссиясының мүшесі Аюб Рашид Абатұлы, Түркістан қаласының әкімі, қалалық филиалдың төрағасы Абуов Әмірқұл Ергешұлы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің вице-президенті Намазбаева Инара Абдумсағызы, Қазақстанның іскер әйелдер ассоциациясы, Түркістан облысы филиалының төрайымы Дәулетов Мәлік Әлмаханұлы, Түркістан газетінің бас редакторы Әзіретбергенұлы Жарылқасын, партия ардагері Жұман Жансел Бауыржанұлы, Жас Отан жастар қанаты Түркістан облысы филиалының төрағасы. Сайлау туралы жаңа заңға және партияның праймериз қорытындысына сәйкес алдағы сайлаудан кейін Түркістан облыстық мәслихаты кемінде 80%-ға өзгеріске ұшырайды деген болжам бар. Бұған дейін облыстық мәслихаттағы 45 мандаттың небары біреуі ғана әйел депутатқа тиесілі болса, енді әйелдер саны 30%-ға дейін артады. Ал қазіргі шақырылымда 35 жасқа дейін бірде-бір депутат жоқ болса, енді ол 20%-ға артпақ. Оған қоса алдағы шақырылымдағы 45 депутаттың 24-і бұл саяси додадан қалыс қалып отыр. Мәслихаттың 50%-і әйелдер мен жастар арқылы жаңарып, қалған тобы праймериз қорытындысы бойынша үздік атанғандармен толығады. Яғни облыстық мәслихат кемінде 70%-ға жаңармақ. Енді аталған сындарлы сәтте тұтас қазақстандықтарды елдік пен бірлікке шақырып, мемлекетшіліктің ең үлгісін көрсетуге міндеттіміз. Бұл ретте жетекші партияға артылған жауапкершілік ауқымды. Сондықтан сайлауды абыроймен өткізу аса маңызды іс. Алда өтетін саяси науқанда партияның облыстағы жұмысын жүйелі жүргізу үшін қоғамдық насихаттау және ұйымдастыру штабтары құрылады. Құрылған штабтарға Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Тәжібай Бейсен Дәулетұлы жетекшілік етеді. Қоғамдық насихаттау штабы төрағасының орынбасары болып, Түркістан облыстық мәслихатының хатшысы Балабиев Қайрат Рахымұлы бекітіледі. Аталған штаб 20 адамнан тұрады. Онда зиялы қауым өкілдері, кәсіпкерлер, партия ардагерлері, ақын жазушылар мен журналистер жұмыс атқарады.
Елімізде 2021 жылдың 10 қаңтарында сайлау өтеді. Осыған байланысты Өмірзақ Шөкеев Түркістан облысы бойынша сайлау алдындағы штаб басшысы мен 2 орынбасарының кандидатурасын ұсынады. Осыған сәйкес штаб басшысы болып Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалы төрағасының 1-ші орынбасары Бейсен Тәжібаев сайланды. Мен ойлаймын, что біздер енді келешекте біргелесіп сайланған жағдай өтіп жатса, бірге жұмыс істеп, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіншілік болады. Өйткені бұл әрбір азаматтың алдына қойып жатқан мақсаты халықтың мүддесі. Аруна Пернебек, Абай Омар, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.